Сабақты онлайн оқитын оқушыларға уақытша берілетін компьютерлік құрылғылардың сапасы мен техникалық параметрлері тексеріліп жатыр. Бұл жұмыстарға арнаулы топ құрылған. Қазіргі кезде республикалық қазынадан алынған 2000-нан астам компьютер қаралып жатыр. Облыстық білім басқармасы басшысының орынбасары Нұрлыбек Қойжановтың айтуынша, электронды техникалар бас аяғы 2 күннің ішінде оқушыларға таратылмақ. Ал қалған ноутбук пен планшеттер келген бойдан аудандар мен қалаларға жеткізіледі. Айта кетейін, бұған дейін жергілікті бюджеттен алынған 4000 компьютер оқушыларға тапсырылған. Енді 3000-ға жуық құрылғы жетуі тиіс. 22541 дана, оның ішінде 2346 компьютер бар, 17156 ноутбук бар, 3000-нің үстінде планшетіміз бар. Бүгінгі таңда компьютерлердің барлығы келіп болды. Келген компьютерлер барлығы бағдарламалық құжаттармен қамтамасыз етілген, ол компьютерлер. Ондармен ары қарай уже аудан қалаларға тарататын болып жатырмыз.